Армысыздар, сіздермен бірге мен Гүлбағым Тұқымбаева. Бүгінгі күн Сирус интеллектуалды клуб үшін өте маңызды күндердің бірі. Жас буындардың келгендеріне аз уақыт болғанменен олардың дайындықтарын көруге бүгін мүмкіндік алмақпыз. Ендеше бірге тамашалап көрейік. Тұран университетінің қабырғасында өткізіліп отырған бөлтіріктер додасы Сирус интеллектуалды клубының ұйымдастыруымен өткізілуде. Бұл додада Сирустың жұлдыздары, яғни бірінші курс студенттері бақтарын сынамақ. Турнирдің жалпы мақсатын бас ұйымдастырушысынан білсек. Сирус интеллектуалды пікірсайыс клубының ұйымдастыруымен өтіп отқан бөлтіріктер додасы бір атты ішкі турнирдің бас ұйымдастырушысы ретінде бұл турнир өзінің алға қойған мақсатын толығымен ақтап шықты деп нық сеніммен айта аламын. Себебі бүгін жас буындар өздерін жан-жақты көрсете отырып турнирдің не екендігін толыққанды сезінді. Турнирдің алға қойған басты мақсаты да сол болатын. Жас буындарға турнир дегеннің не екендігін толығымен түсіндіру болатын. Енді осы ішкі турнирдің жеңімпаздары өздерін айскрим атты қалалық турнирде бақ сынап көретін болады. Біздің жас буындар оған толығымен дайын деп нық сеніммен айта аламын. Бүгінгі жеңімпаздарға ертеңгі ол турнирде де үлкен сәттіліктер тілеймін. Әділеттілік барға бар, жоққа жоқ дегенді кішкене логикалық түрден сауатты адам ретінде ойлануыңызды сұраймын, Дана ханым. Дебат бұл адамдарды ораторлық қасиетке және өзін жан-жақты дамытуға, тіпті әлемде болып жатқан оқиғаларды екі жақты көз қараста қарай алуға арналған интеллектуалды ойындардың бірі болып табылады. Пікірсайыс бірнеше форматқа негізделген. Бүгінгі ойын америкалық форматта өтті. Бұл форматта екі тарап болады: үкімет, оппозиция. Бұл тараптың негізгі міндеттері берілген тақырыпқа өз ойларын жеткізу. Үкіметтің міндеті сол тақырыпты дұрыс екенін дәлелдеп шығу, ал оппозицияның міндеті үкіметтің айтқан дүниелерінде қандай қателіктер бар екенін табу. Бұл екі тараптың жеңген-жеңілгенін төрешілер анықтайды. Төреші бұл жерде ойынның негізін шешіп беретін адам, кім жеңгенін және кім жеңілгенін шешіп беретін адам. Ол үшін әрине төрешінің бірінші кезекте тәжірибесі болу керек, және ол объективті болу керек және әділ болу керек. Міне біздің қазіргі таңдағы 2-ші, 3-ші, 4-ші курс студенттері, сол төрешілер, мен айта аламын, олар әділ және объективті деп. Өйткені олардың төрешілігі бірнеше турнирден өткен төрешілік және олардың төрешілігі өте жоғары деңгейде. Бөлтіріктер додасы сағат таңғы 10-да басталып, кешкі 7-де аяқталды. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпарды анықтау қиынға соқты. Бір мезгілде екі жерде финал болуы бұрын соңды болмаған дүние еді. Су түбінде асыл тас жатпайды дегендей, шын мықтылар жеңіске жетті. Сирус интеллектуалды пікірсайыс клубы өткізілген ең алғашқы жас буындар арасындағы бөлтіріктер додасы өте жоғарғы деңгейде өтті. Және де ең бірінші жеңімпаздар ретінде өте қобалжудамын, және де өте қуанышты жағдай. Біз үшін қарсыластарымыз мықты болды, және де солардың арасында үздік болып топ жарғанымызға рахметімізді білдіреміз. Біз Сирус ұйым мүшелері бұның алғашқы шарамыз, яғни біздің алғашқы сайысымыз деп түсінеміз. Бұл сайыста біз жаңа тәжірибе жинадық. Бұл тәжірибені болашақта пайдасы тиеді деген ойдамын. Жалпы бүгінгі турнир өте жоғары деңгейде өтті. Толқыдық, рас, ішінде барлық сезімдерде болды. Арасында қобалжыдық, толқыдық, уайымдадық, кейде ашуландық. Бірақ та ең соңында айтқым келетіні ұйымдастырушыларға және барша орта аға буындарға алғысымыз мол. Жас буын ретінде бүгінгі өткізілген турнирге толық қанағаттандырылдым. Үлкен рахмет. Сирус клубы тек алға. Мінекей Сирус интеллектуалды клубының бөлтіріктер додасы да өз аяғына жетті. Шын жүйріктер алға шықты. Оларды шын жүректен құттықтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Гүлбағым Тұқымбаева. Келесі кездескенше күн жақсы.